жсн-ымызды, номерімізді бмг-ға тіркелгеннен кейін одноразовый пароль арқылы өзіміздің страницамызға кірейік. Оған жсн және телефон номерімізді береміз и номерімізге код келеді, сол арқылы өзіміздің страницамызға кіреміз. Енді ССХ-ны қашықтан қалай аламыз? Ол үшін Ego порталының төменгі пәске қарап түскен кезде сервистер бағанында ССХ-ны қашықтан алу деген басамыз, ССХ-ны қашықтан алуды басамыз және онлайн сұраймыз. Бірінші қадам жеке тұлға екенімізді береміз. Веб-камера орнатылған. Бізде ССХ-ны тек ноутбук арқылы, камерасы бар компьютер арқылы ала аламыз. Смартфонда, ССХ ключта аламаймыз. Ноутбук немесе компьютерде веб-камера болу керек, және MPLA программасы жазып алынған болу керек, және бұл қосамыз. Және мобильдік азаматтар директор қорында тіркелген болу керек. Жеке куәлікті береміз, ССХ-ны алуға көшеміз. Екінші қадамға өткенде Digital ID-ға өтеміз. Digital ID дегеніміз бұл жеке куәлік немесе паспорттың электрондық нұсқасы. Мобильді телефон номерімізді береміз. Жібереміз. Және SMS код келеді номерімізге. SMS кодты бердік және билет тексеруден өтеміз. Бастау дейміз. Бейне тексеруден өттік, және бейне тексеру кезінде дөңгелекке жүзімізді домалақтап қоямыз. Жақында десе жақындаймыз. Енді бейне тексеруден өттік, енді Digital ID-ға кіру үшін, жеке кабинетке кіру үшін пароль жазамыз ыңғайлы өзімізге. Енді 1, 2, 3, 4 деп бердім. Осы парольді қайталаймыз, пин-кодты белгілейміз. Телефон номер және куәлікке рұқсат береміз. Жаңағы берген паролімізді осы жерге жазамыз. 1, 2, 3, 4 бердік қой. Осыны береміз. Міне өтінімді танысып шығамыз, және мынау 4 тұрған неге кітешке қоямыз. Енгізу дейміз. Үшінші қадамға келіп біз, үшінші қадамда мынау электронды поштамызды жазамыз. Егор, әлеуметтік көмек, собачка, mail.ru. Mail.ru немесе gmail.com. Осындай поштамызды, өзіміз пайдаланып жүрген поштамызды береміз. Кілттерді сақтау орнын береміз. Дербес компьютер дейміз. Және флешканы компьютерге немесе ноутбукке салып, флешканы таңдаймыз. USB накопитель. Осы жерге папка ашамыз. New folder. Жаңадан папка аштық, және атымызды береміз. Жанар. Осы жерге ұмытпау үшін қасына паролімізді де жазып қояйық. Мына іште ключтың паролін осы жерге сохранить етіп қойдым, ұмытпас үшін. Осы жерге ашамын. Өтінім беремін. Мына жерге 1, 2, 4, 5, 6 деген паролімізді береміз. 3, 4, 5, 6, Ctrl-A кішкентай. Үлкен А кішкентай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, үлкен А кішкентай А. Сертификаттарды жүктейміз. Сертификаттарды жүктейміз. Сертификаттарды жүктейміз. Міне, ССХ ключіміз қолдануға дайын. Рахмет.